Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Туризм инфрақұрылымы курсын жалғастырамыз. Дәрісіміздің тақырыбы туризмнің материалдық-техникалық базасының жалпы сипаттамасы. Дәрістің мақсаты туризмнің материалды-техникалық базасы ұғымын, оның құрылымын, құрамдас бөліктерін, қызмет атқару ерекшеліктерін және туристік индустриядағы маңызын түсіндіру. Дәрісіміз 7 сұрақ бойынша қарастырылады. Бірінші, материалдық-техникалық база бұл туристік қызмет көрсетуге, туристердің демалуына және қозғалысына қажетті өндірістік техникалық ресурстардың жиынтығы. Ол туризм индустриясының негізін құрайды және туристік өнімді өндіру мен тұтынудың материалдық алғышарттарын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық база бұл туристік қызметті ұйымдастыруға, туристердің қозғалысы мен демалуына, сондай-ақ олардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған материалдық объектілердің, құрал-жабдықтардың, инженерлік және көлік инфрақұрылымының жиынтығы. Ол туризм индустриясының негізін құрайды және туристік өнімді өндіру мен тұтынудың материалдық алғышарттарын қамтамасыз етеді. Құрамына кіретіндер: орналастыру құралдары, тамақтану кәсіпорындары, көлік инфрақұрылымы, байланыс пен ақпараттық жүйелер, экскурсия, мәдени сауықтыру нысандары, туризмге қызмет ететін инженерлік коммуникациялық жүйелер кіреді. Басқаша айтсақ, материалдық-техникалық база туризм индустриясының қаңқасы мен іргетасы, себебі кез келген туристік өнім осы базаның бар болуына және сапасына тәуелді. Туризмнің дамуы тек табиғи немесе мәдени ресурстарға ғана емес, сонымен бірге оларды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін материалдық жағдайларға да байланысты. Мысалы, егер аймақта табиғи әсем көріністер мен тарихи ескерткіштер болғанымен, қонақ үйлер, жолдар немесе қоғамдық тамақтану орындары жетіспесе, онда туристік ағын төмендейді. Керісінше, дамыған инфрақұрылым аймақтың туристік тартымдылығы жоғары болады. Сондықтан, материалдық-техникалық база туристік қызмет көрсетудің сапасын анықтайды, аймақтың туристік әлеуетін пайдалануға мүмкіндік береді, жұмыс орындарын құрып, экономикалық өсімге ықпал етеді, туристік өнімнің бағасы мен бәсеке қабілеттілігіне әсер етеді. Келесі сұрағымыз туризм инфрақұрылымының құрылымы мен элементтері. Алғашқы дәрістерде қарап өткендей, туризм инфрақұрылымы бұл туристік қызмет көрсетудің үздіксіз және сапалы түрде жүзеге асуына мүмкіндік беретін материалдық, техникалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық нысандардың жиынтығы. Ол туристік индустрияның негізгі тірегі болып, туристердің барлық қажеттіліктерін жолда жүру, тамақтану, орналасу, демалу, көңіл көтеру сияқты процестерді қамтамасыз етеді. Туризм инфрақұрылымы өзінің қызметтік бағытына қарай екі топқа бөлінеді. Бірінші, негізгі инфрақұрылым. Негізгі инфрақұрылым бұл туристің тікелей жүзеге асуына қажетті базалық жүйе. Оған орналастыру нысандары, тамақтану нысандары, көлік пен байланыс жүйелері, туроператорлық және турагенттік қызметтер жатады. Осы туроператорлық және турагенттік қызметтерге тоқтала кететін болсақ, бұл ұйымдар туристік өнімді қалыптастырып, оны тұтынуға ұсынатын туризм индустриясының негізгі буыны болып табылады. Туроператорлар бағыттарды ұйымдастырады, ал турагенттер туристерге дайын қызметтерді сатады. Олар экскурсияларды ұйымдастырады, визалық қолдау жасайды, сақтандыру, гид аудармашы қызметін, билеттерді сатып алу қызметтерін ұсынады. Екінші, қосымша инфрақұрылымға келетін болсақ, мұнда туристік қызметті толықтырып, тартымдылығын арттыратын нысандар мен қызметтер жүйесі жатады. Ол туристің бос уақытын тиімді өткізуге, денсаулығын жақсартуға, қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз етуге бағытталады. Негізгі элементтеріне мәдениет пен сауықтыру мекемелері, атап айтатын болсақ, музей, театр, көрмелер, концерт залдары, кинотеатрлар, этноауылдар, ойын-сауық орталықтары, фестивальдар мен мәдени іс-шаралар.
Бұл нысандар туристік өнімнің мәдени танымдық құндылығын арттырады, елдің имиджін қалыптастыруға әсер етеді. Келесі спорт және сауықтыру кешендері. Бұл спорт сарайлары, бассейндер, стадиондар, гольф алаңдары, фитнес орталықтар, шаңғы және курорт орындары. Келесі сауда орындары, супермаркет, дүкендер, базарлар, сувенирлер мен қолөнер бұйымдарын сататын орындар. Сауда туристік тәжірибенің маңызды бөлігі болып табылады, себебі туристер сапардан естелік ретінде ұлттық өнім алуға бейім болады. Келесі медициналық және тұрмыстық қызмет көрсету нысандары. Емханалар, дәріханалар, алғашқы медициналық көмек пункттары, шаштараз, химиялық тазалау, көлік жөндеу орталықтары және басқа да сервистер. Бұл нысандар туристің қауіпсіздігі мен ыңғайлылығы үшін жұмыс атқарады. Туризм инфрақұрылымының барлық элементтері бір-бірімен өзара байланысты, бірін-бірі толықтырып отырады. Мысалы, турист белгілі бір аймаққа көлік жүйесі арқылы жетеді, сол жерде қонақ үйге орналасады, мейрамхана, ойын-сауық орталықтарын пайдаланады, мәдени нысандарды аралайды, егер қажет болып жатса, медицина мен тұрмыстық қызметтерді алады. Осылайша, инфрақұрылымның барлық элементтері туристік тәжірибенің сапасы мен елдің туристік имиджіне тікелей әсер етеді. Қазіргі заманда туризм инфрақұрылымының даму бағыттарын қарап өтуге болады. Олар заманауи көлік пен инженерлік желілерді жаңарту, цифрлық технологиялар, эко және смарт инфрақұрылым құру, ауылдық экологиялық туризм нысандарын дамыту, мәдени және спорттық инфрақұрылымға инвестиция салу және аймақтық инфрақұрылымды кешенді жоспарлау мен қолжетімділікті арттыру. Келесі сұрағымыз туризмдегі орналастыру орындары. Орналастыру орындары туристердің саяхат кезінде демалуына, түнемел етуіне, гигиеналық және тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған барлық нысандардың жиынтығы. Олар әртүрлі белгілері бойынша жіктеледі. Мысалы, қызмет көрсету деңгейіне қарай, орналасу мақсатына қарай, орналасқан жеріне және иелік формасына қарай. Қонақ үйлер бұл туризмдегі ең көп тараған орналастыру орны. Қонақ үйлердің қызметін сапасына қарай жұлдыздық жүйе бойынша анықтаймыз. 1-ден 5-ші жұлдыздық жүйеге дейін анықталады. Қазіргі заманғы үрдістерде ақылды қонақ үйлер, экологиялық қонақ үйлер, бутик қонақ үйлер қолданысқа енуде. Келесі мотельдер. Мотельдер бұл автомобиль жолдарының бойында орналасқан көлік жүргізушілер мен ұзақ сапардағы туристерге қысқа мерзімді демалыс орындары. Мотельде автотұрақ, жанармай бекеті, шағын кафе, түнемелі бөлмелер болады. Келесі пансионаттар мен санаторийлар. Ұзақ мерзімге арналған сауықтыру және демалыс мекемелері. Әдетте табиғи аймақта, теңіз жағасында, тауда, орманда орналасады. Келесі туристік базалар мен демалыс үйлері. Белсенді демалыс пен табиғат аясындағы туризмге бағытталған. Әдетте тау, орман, көл, өзен маңында орналасады. Бұл туристік базалардың артықшылығы қолжетімді бағада және табиғатпен үйлескен демалыс түрі. Келесі кемпингтар мен хостелдер. Кемпингтар көліктері бар туристерге арналса, хостелдер арзанырақ, ортақ бөлмелі, ортақ ас үйі бар тұрғындарға арналады. Келесі агротуризм нысандары. Ауылдық жерде орналасқан, туристерге ауыл өмірімен танысу, мал шаруашылығы, егіншілікке қатысу, ұлттық тамақ пісіру, табиғатта демалу мүмкіндіктерін ұсынып жатыр. Орналастыру сапасына әсер ететін факторларды ата кететін болса, қызмет көрсету мәдениеті мен кәсіби дайындық деңгейі, тазалық, қауіпсіздік, санитарлық талаптардың сақталуы, жайлылық деңгейі, қолжетімді баға мен броньдау жеңілдіктері, қосымша қызметтер. Бұл орналасудың сапасына әсер ететін факторлар. Келесі сұрағымыз тамақтану кәсіпорындары және олардың туристік қызметтегі рөлі.
Туристік қызмет көрсетудің ең маңызды бөлігі қоғамдық тамақтану мекемелері. Турист сапар барысында тек көрікті жерлерді ғана көріп қоймай, жергілікті жердің ас дәмін татып, сол елдің мәдениеті мен тұрмысымен кеңірек танысады. Сондықтан тамақтану кәсіпорындары өзінің дәрежесінде қызмет көрсетуі керек. Тамақтану кәсіпорындарының міндеті туристің талғамын ескере отырып, қажеттілігін орындау, сапалы әрі қауіпсіз тамақ ұсыну. Келесі бізде көлік жүйесі туристерді тасымалдау. Туризмнің дамуы көлік жүйесіне тікелей байланысты. Көліктің түрлерін осыған дейінгі дәрістерде атап өткенбіз: әуе көлігі, теміржол көлігі, автокөлігі, су көлігі. Туристік табиғаттардың тартымдылығын көбінесе көліктің қолжетімділігі, сапасы, қызмет көрсету деңгейі анықтайды. Заманауи көлік инфрақұрылымын дамыту аймақтың туристік әлеуетін арттырудың басты шарты. Келесі сұрағымыз қосымша қызмет көрсету нысандары. Бұл туризм тек қана тамақтанумен ғана шектелмейді, қосымша қызметтерді де қажет етеді. Мәдениет, ойын-сауық, спорт, сауда және сувенирлік дүкендер, банктер медициналық қызметтерді қажет етеді. Келесі сұрағымыз туризмнің материалдық базасын дамытудың бағыттары мен заманауи тенденциялары. Туризмнің материалдық техникалық базасы бұл туристерге қызмет көрсетумен демалысты қамтамасыз ететін қонақ үйлер, мейрамханалар, көлік, инженерлік жүйелер, ойын-сауық, ақпараттық инфрақұрылымдар кешені. Қазіргі кезде туризм инфрақұрылымын жетілдіру мен материалдық базаны нығайту үшін келесі бағыттар жүзеге асырылып жатыр. Бірінші, заманауи технологияларды енгізу. Оның ішінде смарт туризм, сандық экожүйе құру, биг дата, онлайн брондау, мобильді қосымшалар, электронды турпакеттер. Экологиялық және тұрақты туризм объектілерін дамыту, эко қонақ үйлер, глэмпингтар, жасыл аймақтар, саяси саябақтар дамуда. Энергияны үнемдеуші және қалдықсыз технологиялар енгізіліп жатыр. Келесі бағыт бұл инвестиция тарту арқылы жаңа туристік нысандарды салу. Мемлекет жекеменшік серіктестік тетіктерін кеңінен қолданып жатыр. Инвесторларға салықтық және инфрақұрылым жеңілдіктері беріліп жатыр. Заманауи курорттар мен демалыс аймақтары, ойын-сауық мәдени орталықтары салынып жатыр. Келесі бір бағытымыз бұл аймақтық инфрақұрылымды жаңарту. Жол көлік логистикасын жетілдіру. Оның ішінде автожол, әуе жол, теміржол, порттарды, байланыс және интернет жүйесін кеңейту. Келесі бағытымыз жергілікті кадрларды дайындау мен сервистік сапаны арттыру. Туризм саласында кәсіби білім беру мен қайта даярлау орталықтарын дамытып жатырмыз. Халықаралық стандарттарға сәйкес сапа менеджменті енгізіліп жатыр. Қызмет көрсету мәдениеті тілдік және коммуникациялық дағдылар жетілдіруде. Және заманауи тенденцияларды қолдану үстіндеміз. Қазіргі жаһандану және технологиялық даму барысында туризм инфрақұрылымын жетілдіруде заманауи тенденциялар байқалуда. Смарт туризм мен цифрлану, жасыл туризм, тақырыптық және тәжірибелік туризмнің өсуі. Бұл этноауыл, агротуризм, гастрономиялық және мәдени маршруттардың жасалып жатуында. Келесі инклюзивті құрылым. Келесі қашықтан жұмыспен демалысты біріктіретін жаңа формат нысандарының дамуы. Туризмнің материалдық техникалық базасын дамыту саланың тұрақты дамуының негізі. Ол елдің барлық бәсеке қабілеттілігін арттырады, инвестициялық және әлеуметтік тартымдылығын күшейтеді, жұмыс орындарын көбейтеді және халықтың әл-ауқатын жақсартады. Инфрақұрылымды жетілдіру және заманауи технологияларды енгізу 21 ғасырдың инновациялық және тұрақты туризм құрудың басты шарты болып табылады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Дәрісті толық меңгеру үшін бақылау сұрақтары ұсынылған.
бақылау сұрақтары мен дәрісті қолданып, бұл дәрісті меңгеруге болады. Назарларыңызға рахмет.